Сенің зырлап қалған класстасың. Так, Азамат, 72-ші беттегі тақырыпты оқи қойшы. Асан мен сен. Маған күліп атсың ба? Саған күліп атқан жоқ. Оқымаймын болды, өздерің оқып алыңдар. Терезені жапшы, тоңып қалдым мен. Неге жабады кім терезені? Жаппай мен терезені, классқа таза ауа кірсін да. Тоңып отырмын ғой мен енді. Шешініп отыр керек болсын, сен проблемаң ғой. Так, кезекшігім тақта сүртіңдер. Азамат, тақта сүрт. Мә? Мен неге сүртем тақтаны? Сүртпеймін мен тақтаны, менің тақтам емес қой. Қалайсың, Раной? Сен қуасың ба? Сен ойнап отырмын, не болды? Анда сен арқаны ұрғанда мен қазір жерге басымды жарып алсам не істейсің, сен жауап бересің ба соған? Азамат, бүгін әдем болып тұрсың ғой. Қалған күндері урод болып жүрмін ба не? Бас, ертең апайдың туған күнін соған 2000 теңгеде жинаймыз барлығымыз, я ма? Неге 2000 теңгеде жинаймыз? Апай мен туған күніне 2000 теңге берді ма не? Апай ашқына барып келейінші. Сен бала туалетке бара береткісің, а? Ертең памперс киіп кел, бармайсың сонда. Апай неге маған прикол ұстап тұрсыз? Апай класстың көзінше мені мазақ етіп, а? Мүмкін менде простатит шығар, білмейсіз ғой сіз, апай ашқына баратын ауруым бар шығар.